Қайырлы күн достар, бүгін біз өте дәмді таңғы асқа арналған құймақтарды жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Бізге ең алдымен жып-жылы айран керек болады. Содан соң ұн керек. Одан соң 2 жұмыртқа, содан соң қант керек. Содан соң ас содасы және де шым-шым тұз керек болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қантты саламыз. Содан соң шым-шым тұзды салып, барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Содан соң үстіне міндетті түрде жылы айранды құямыз да, оны да тағы жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің құймақтарымыз үлпілдек, жұмсақ болып шығу үшін міндетті түрде жылы айран қосуымыз қажет. Өйткені құрамына сода қосылғандықтан біздің содамыз жылы айранмен жақсы реакцияға түседі. Ал мұздай айран қосатын болсаңыздар, сода реакцияға түспей біздің құймақтарымыз үлпілдек болмай қалуы мүмкін. Ендігі кезекте ұнымызды міндетті түрде еліктен өткізіп қосатын боламыз. Біздің құймақтарымыз үлпілдек болу үшін тағы бір айта кететін жайт, ол міндетті түрде ұнды елікте өткізуіміз керек. Және де ұнды бірден қосуға болмайды. Міндетті түрде 3 бөлік немесе 4 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де алдағы уақытта қандай рецепттер күтесіздер, соны комментарий бөліміне жаза отырсаңыздар болады. Менде жазылған құрамнан азғантай ұн артылып қалды, және де осындай консистенцияға жеткенде біз ұн қоспаймыз. Осылай кішкене ғана созылып тұруы қажет. Осыдан соң үстіне содамызды қосып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Осы кезде бізде реакция жүретін болады. Реакция жүргенде кішкентай ғана көпіршіктер шығып, осылай әдемі болып тұрады. Және де үстін 15-20 минутқа жауып қоямыз, осылай көтеріледі. Енді табамызға азғантай май құямыз да, астын жай отқа қойып қыздырып аламыз. Майымыз қызығаннан соң үстіне 1 ас қасықтан жаңағы құймақтарымызды салып шығамыз. Және де қақпағын жауып пісіретін боламыз. Біздің құймақтарымыз өте жылдам піседі, бірақ та астын қатты қоймаңыздар. Қатты қойып пісірсеңіздер, іші піспей қалуы мүмкін. Міндетті түрде жай отқа қойып пісіріңіздер, сол кезде толық пісетін болады. Және де міндетті түрде қақпағын жауып пісіреміз. Құймақтарымыз шамамен 3-5 минуттай пісіп қалады. Және де екінші жағын осылай төңкеріп, ол жағында пісіретін боламыз. Бірақ та қақпақты жауып қойып пісіру міндетті емес, ол жағына. Осылай барлық құймақтарымыз оп-оңай болып жасалады. Барлығын пісіріп аламыз. Және де қарасаңыздар, біздің құймақтарымыз өте үлпілдек болып шықты. Міне біздің құймақтарымыз осылай оп-оңай болып дайындалады. Міндетті түрде таңғы асқа жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ең бастысы біздің құймақтарымыздың іші толық піседі. Мен айтқан заттардың барлығын ескеріп жасаңыздар, сол кезде тура осындай болып шығады. Сіздермен бірге болған Раушан, астарыңыз дәмді болсын.